ағайын, біздің үйдің ұлы алғаш рет алыс сапарға шығып жатыр. Осыған орай тоқым қағар беріліп жатыр. Жігіттің жолы болсын. Әумин. Қолдарын жайыңдар. Баламның тоқымы жиілеп жолы болсын. Жер көріп ел танып ақыл тосын. Аттың тұяғы таймайтын жолынан ырыс аумайтын болсын қарағым. Әумин. Ақбаталарыңызға рахмет. Осы сапардағы елдің амандағы сіздердің маған деген тілектеріңіз менің сергім. Аман болыңыздар. Жолың болсын, балам. Жолың болсын, балам. Аман бол, балам. Сау болыңыздар. Халқым дастарханға жайғасып, дәннен ауыз тиік. Осы бір тұста ауылымызға жаңадан көшіп келген Алмат ақсақалды отбасымен ас беру ойымызда еді. Төрге жайғасыңыз. Келін шайын дайында. Дәмнен ауыз тиіп отырыңыздар. Дұрыс. Осы бір тұста қазағымыздың салт дәстүрі ерулікті айтпасқа болмас. Ерулік ата бабамыздың бұрыннан бері келе жатқан қонақ жайлық пен көршіліктің белгісі ғой. Ауылымызға жаңадан көшіп келген отбасына ортамызға қосуын жақсы нысан емес пе, бәйбішелер? Жөн. Сармай келген қонаққа қолқа салаймыз. Ендеше әкел домбыраңды. Бәрекелді. Haydi. Сүйінші, жұмыртаға үйіне кейін әкеле жатыр екен. Тілеген баланы сүйіншіңе не аласың? Өйтіп көпте сұрамай, төрде тұрған қамшыны алайын. Қазір мен саған Жұмыртағың үйленсе, бәрімізге құтты болсын, жұғысты болсын. Сүйіншіңді алып, дәмнен ауыз істей ғой тілеген бала. Батасын тайрақ сақалға бермедік пе? Жай ғылынды жамағат, жаратқан алдымыздағы берген дәмге береке, үй иесіне мереке бер. Дастарханы тарқамасын, қазаны оттан, төрі қонақтан арылмасын. Бірлік пен береке, татулық пен аманшылық нәсіп ете көр. Баршаға ашық аспан, жарқын жол, мол несібе сыйла. Әумин. Отырыс, жұмырттың үйіне барып тойды тойлатпадық па?